Чоук, 24-ші Никола Цуцкич. Міне, көз ашып жұмғанша ойынымыз басталып кетті. Қадірменді жанкүйерлер, Қостанай қаласында қазір минус 7 градусты көрсетіп тұр, бірақ бұл алаңдағы ойыншыларға еш әсерін тигізбейді деп ойлаймыз, өйткені бұл манеждің іші қоңыр салқын. Былайша айтқанда, мінекей алғашқы минуттан стандарт алып отыр. Игорь Иванович орындайды. Оның тобыл командасының сапында Астанадан ауысып келген легионері. Сонымен 1 минут өтпей жатып бізде қауіпті. Назар аударайық осы эпизодқа, және доптан алшақ тұруын сұрады қазір бас төреші. Мінекей көрейік. Сонымен әулет асылған пас. Кім жетеді? Міне, бірінші минутта қауіпті сәт орын алды. Оны алаң иелері жасап отыр. 11 нөмірлі Ислам Чесноков, Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы. Жылдам есеп ашып кетемін деп ойлаған еді, бірақ олай болмады. Тимурбек Зәкіров қақпадан допты ойынға қосады. Матчымыз өте жылдам қарқында басталды. Енді Тұран командасының шабуылын көріп отырмыз. Оң қапталда доп. Роман Асранқолов қазір қарсыласының оңай көсілуіне жол берген жоқ. Давид Энен ортаға. Чесноков. Эссен Эдедем. Енді оң қапталын ойнайды тобыл. Ортаға қарай берген пас. Аяғына дұрыс жанаспады доп. Эдедем Роман Асранқоловқа берді жай ғана. Жалпы екі командада қысқы маусымда жалпы оқу-жаттығу жиындарын Түркияда өткізген. Тобыл командасынан бастайын. Ең бірінші ойынын 25 қаңтарда Владикавказ командасына қарсы өткізді, және ол ойында 1-0 есебімен жеңген еді. 38 минутта Игорь Ивановичтің жалғыз голы командаға жеңіс сыйлаған. Одан кейін 8 ақпан күні Тобыл Болгарияның Арда клубына қарсы кездесу өткізді. Ол матчта 3-0 есебімен біздің отандық команда қарсыласын ойсырата ұтқан еді. Игорь Чесноков, Игорь Иванович, Момчило Мыркаич көзге түскен. Момчило Мыркаич қазір командадан кетті, сондықтан да оны айтудың қажеті шамал деп ойлаймыз. Тұран кетті шабуылға, оң қапталға. Деймен команда капитаны жол берген жоқ бұл жолы. Александр Соколенко, Қайрат футбол клубының түлегі, командасымен шабуылға шығып көрген жөн санаған еді, бірақ олай болмады. Одан кейін 11 ақпан күні Грузияның Самгурали клубына қарсы тағы бір оқу-жаттығу жиындарында ойын өткізді. Ақжейделі команда және грузиялық ұжымға 0-1 есебімен жол берген еді. Ешқандай да ойын тәртібі бұзылған жоқ. Иван Миладинович қазір Стас Покатиловке топта тастады. Одан кейін білесіздер, Winter Cup жарысы ұйымдастырылды. Түркия елінде біздің қазақстандық 4 ұжымның қатысуымен Ордабасы, Тобыл, Ақтөбе, Елімай командалары бақ сынасты, және жартылай финалдық ойында Тобыл Ақтөбені 2-4 есебімен жеңген еді. Тобыл сапында ол кезде Ахмет Эль Мисауди 10 минутта, 35 минутта Игорь Чесноков, Игорь Иванович 62 минутта, ал Ахмет Эль Мисауди 71 минутта дубль авторы атанған еді. Қадірменді жанкүйерлер, жоқ жерден қазір қақпашы қателесті. Оны пайдалана алатын тобыл ойыншылар бар ма екен? Игорь Чесноков, әулет асылған пас, сонымен доп оп-оңай өтіп кетеді деп күтпесе керек қазір. Тобыл ойыншылары мінекей алғашқы 5 минутта өздерінің мықты суперкубоктың иегерлері атанғанын дәлелдеп отыр.
тобыл ойыншылары алғашқы 5 минутта баспен 2 соққы жасады, бірақ жолдары болмады. Тимурбек Зәкір Тұран қақпашысы допты ойнатты. Міне тобыл аренаның ішіндегі атмосфера өте тамаша, жанкүйерлердің дауысы да жақсы естіліп тұр. Ай, қандай тамаша. Қарсыласын алып шықты, оң қапталмен тобыл ойыншылар шабуылдайды. 22-ші нөмірлі Артем Архипов, жақында ғана командаға қосылған Александр Соколенко ортаға қарай пас. Қайраттың бұрынғы қорғаушысы асырған допты Қайраттың бұрынғы қақпашысы қағып алды, қадірмен жанкүйерлер. Стас Покатиловты білесіздер, Қайрат сапында бірнеше маусым өнер көрсетті негізгі құрамда. Одан кейін Ақтөбеде, енді міне биыл тобылдың сапын толықтырып отыр. Ортаға қарай пас. Тобылда Тұранда өзінің сөзін айтқысы келген жаңағы тұста, қауіпті шабуыл жасап діттегендері болмады, өкінішке орай. 6 минутымыз артта қалды, есеп 0-0 әзірге. Одан кейін Винтеркап жарысында тобыл Ордабасыға қарсы финалда өнер көрсетті. Негізгі уақытта 0-0 болып бітіп, пенальтилер сериясынан Ордабасы командасы жеңіске жеткен еді. Қазір тобылдың мына шабуылынан кейін әңгімемізді қайта жалғастыратын боламыз. Ислам Чесноков қапталмен өте белсенді шабуылдап жатыр. Сонымен бұрыштама доба. Бүгінгі ойындағы алғашқы корнер. Оны орындауға Игорь Иванович аттанып бара жатқан секілді. Жетінші минутта міне алғаш рет көтеріледі бұрыштан доп. Көрейік қандай нәтиже болар екенін. Сонымен жан алысып, жан берісіп жатыр айып алаңының ішінде. Сонымен әуелетте асырды. Тұран футболшылары шығарып үлгерді. Екінші деммен шабуылдап көреді Ақжейделік команда. Доп алыпта кетті. Еркін Тапалов топта ойынға қосады. Винтеркап жарысында тобыл командасы Ордабасыға жол бергенін айттық. Одан кейін Ресейдің Шинник командасына қарсы тағы бір жолдастық матч өткізді. Қостанайлық ұжым, бұл жерде ешқандай да ойын тәртібі бұзылған жоқ. Ол матчта 0-0 есебі тіркелді. Одан кейін Локомотив Ташкент Өзбекстанның клубына қарсы тағы бір матч өткізіп, 1-1 есебімен тең тарқасты. Тобыл жайлы әңгімемізді сабақтайтын болсақ, Суперкубокта Ордабасыға қарсы ойын өткізді. Анталия қаласындағы Мардан стадионында. Және негізгі уақытта 1-1 есебі тіркелді. 45 минутта Ордабасы сапынан Макаренко, 63 минутта дәл осы 55 нөмірлі қорғаушы Иван Миладинович бір голдан қосқан еді. Пенальтилер сериясында тобыл жеңіске жетті. Тағы бір мүмкіндік тобыл командасында. Техникасы мықты екенін көріп отырмыз. Игорь Ивановичтің және дәл осыдан допты ауыттан ойынға Тұран командасына келетін болсақ, 21-ші ақпан күні Ресейдің Шинник командасына қарсы ойнап 0-0 есебі тіркелді. Одан кейін 17-ші ақпан күні Локомотив Ташкент командасына қарсы кездесу өткізіп, 1-1 есебімен тең тарқасты ол ойында да. Және жалғыз голды соққан Батыр Мұқашев 81-ші минутта. Сонымен екінші бұрыштама көреміз, қадірмен жанкүйерлер. Топтың жанында қайтадан Игорь Иванович. Жанкүйерлердің қолдауы өте керемет сан секторды көріп отырмыз. Біздің камераның алдында
Зәкіров қазір допты ойынға қосады. Көрейік. Ақырын шабуылға шығып келе жатыр. Қонақ команда бұндай қателік жасауға болмайды. Одан кейін 10-шы ақпан күні Тұран командасы Польшаның Кранов клубына қарсы тағы бір додасына өткізді. 2-0 есебімен жеңіліп қалған еді. Бұл жерде алыпқа шығып кетті. Тұран футболшылары осы тұстан ойынға қосады. Алға шығып кеткендіктен артқа қарай қайтуын сұрады бас төреші. Рустам Омаров қайтадан топты өздеріне алды. Роман Асранқұл жаңа топқа былтырғы маусымдағы нәтижелеріне тіркелейік. Екі команданың топталуы өткен алды. Ол 26 ойын өткізді. Олимпиад Қазақстан чемпионаты еді ол кезде. Және 26 ойынның 9-ында жеңген, 7 рет тең түскен, 10 рет қарсыласына жол берген. 29 гол соғып, өз қақпасына 33 бірдей гол өткізіп алған. 34 ұпай алған және 8-ші орынға тұрақтаған еді. Алаң иелері дәл қазір және Тұран командасы биыл Қазақстан чемпионатына, Қазақстан премьер лигасына қайта оралған еді. 2021-2022 жыл маусымда білесіздер, осы премьер лигада түркістандық команда өнер көрсетті. Никола Цускич. Тұран шабуылда енді. 17 нөмірлі Антонио Жакулис соққа! Өте қауіпті. Міне Тұранда өздерінің жайдан жай қарсылас емес екенін аңғартып отыр бұл тұста. Әжептеуір қауіпті соққы болды бұл қонақтардың орындауындағы. Енді алаң иелері шабуылдайды. Давид Энен су жаңа ойыншысы тобылдың әуелете асырып көрген еді. 3-ші рет алаң иелері бұрыштама орындайтын болады. Қайтадан сол 13 нөмірлі Игорь Иванович бұрыштамадан топты көтеруге аттанды. Бойшаң ойыншылар жетелік тобылдың сапында. Орталық қорғаушыларда қазір айбалағына қарай жақындап келген көріп отырмыз. Көрейік, сербиялық бұл жола қалай асырады екен топты. Әуелетті, бірақ Тимурбек Зәкіровтың қолынан табылды. Бұл доп Тұран командасы былтыр бірінші лигада 28 ойын өткізген. Оның 22-сінде команда жеңіске жеткен. 3 рет тең ойнаған, 3 рет қарсыласына жол берген. 85 гол соққан, өз қақпасына 27 гол жіберген және 28 ойында Ренат Алуетовтың командасы 69 ұпай жинаған. Роман Асранқұлов тамаша 2 футболшыны алдап өтті. Оң қаптал ашық, дәл солай Еркін Тапалов көмекке келді. Игорь Иванович сиқырлы сол аяғымен соққы жасап жібере салуы мүмкін бұл ойыншының. Тимурбек Зәкіров өз орнында. Соққы аса бір қатты болды дей алмаймыз. Сондықтан да тырып еткізбей ұстап алды 78 нөмірлі қақпашы. Бірінші лигада Тұран командасы былтырғы маусымда 2-ші орын алған. Бұл жақта былтырғы жүлдеге ие болған Елімай командасы екенін жақсы білеміз, қадірмен жанкүйерлер. Тобыл енді кезекті шабуылына шығады. Эссен Эдедем. Миладинович ордабасыға
қарсы өткен кездесудің антиқаһарманы өз командасының есепті теңестіруіне көмектескен еді сол матчта. Қадірмен жанкүйерлер, Қазақстан футбол лигасы негізі 14 командамен ойналуы керек еді. Және осы жаңа маусымның басталуына 2-3 күн қалған сәтте Ақсу командасы қаржылық қиындықтарға байланысты турнирге қатысудан бас тартты. Сонымен қатар күнтізбе өзгермейді командалардың, және Ақсу командасына өткізетін матчтарда команда демалып отырады. Мынау қандай қателік! Ешкім ойыннан қалған жоқ секілді. Төрешінің сықырығына қарағанда, және енді ғана міне офсайд тіркелген сияқты. Стас Покатилов аздап жарақат алып қалғанға ұқсайды. Міне дәл солай ойыннан тыс қалып кеткен екен. 22 нөмірлі Артем Архипов Тұран командасына жаңадан қосылған шабуылшы Роман Асранкулов. 26 турдан тұратын болады биылғы 2024 жылға Қазақстан футбол лигасы, QFL деп ағылшынша айта берсек болады. Тобыл шабуылда Чесноков оң қапталға ауыстырды. Шабуылдың легін Еркін Тапалов, әулет асырылған пас, тағы да Тимурбек бірінші жетті бұл допқа. Тобыл шабуылындай-ақ шабуылдап жатыр, бірақ дәл осы жігіт мүмкіндік бермей жатыр. Сәл бір сенімділік жетіспей тұрған секілді. Қостанайлық ұжымға бұл алғашқы турдың соңғы ойыны екенін естеріңізге сала кетейін. Қадірмен жанкүйерлер, кеше басталған еді Қазақстан футбол лигасының жаңа маусымына. Және елордалық дерби Алматыдағы Хан Тәңірі стадионда өтті. Астана мен Жеңіс арасында ол ойын 2-0 есебімен аяқталды. Одан кейін Қызылордалық Қайсар Ақтөбемен жолықты өз үйінде. Ол матчта 1-3 есебімен қонақтар басын түсті. Және бүгінгі ойындарда Алматыда тағы бір ойын жоспарланды, және ол Қайрат пен Қызылжар арасында еді. Алматылық команда 2-1 есебімен Қызылжарды тізе бүктірді. Елімай бірінші турда осы бүгін Астана уақытымен 14:00-де Атырау командасын қабылдап, таразы басы тең 0-0 есебімен аяқталды. Және осыдан бір сағат бұрын, жарты сағат бұрын Ордабасы мен Шахтер арасындағы кездесу өз мәресіне жетті. Ол ойында Александр Седневтің командасы қарсыластарын 5-0 есебімен тасталқан етті. Әзірге Тобылдың шабуылы бір-бірін дұрыс түсінісе алмады. Және бұл қорытынды ойын екенін естеріңізге сала кетеміз. Қадірмен жанкүйерлер, Тұран командасы кезекті жорығына аттанып бара жатқан еді, бірақ Еркін Тапалов қорғаныстан допты өз алып шықты. Игорь Иванович оқу-жаттығу жиындарында Тобыл сапында ең көп белсенді болып біршама голдарды салған осы сербиялық жартылай қорғаушы Роман Асранкулов, 3 нөмірлі команда капитаны. Биылғы маусымда Тобылдың негізгі өрге сүйрейтін ойыншылардың бірі. Және құрметті жанкүйерлер, 5 матч өткенін айттым. Алғашқы турда 5 ойын ойналғанын сіздерге айттым, және бұл соңғы 6-шы матч. Асранкуловтың асырған добы сыртқа шығып кетті. 5 ойында 14 гол соғылған екен. Бұл 6-шы матч, және былтырғы 2023 жылғы маусымда бірінші турда 18 доп қарсыластың қақпасына енген екен. 18 гол соғылған жалпылама.
айтқанда, және бұл статистика биылғы маусымда жаңарама деген сұрақ туындайды бізде, бірақ ол жақта 2023 жылы 14 команда қатысқандықтан 7 матчта 18 гол болған еді. Биыл енді 5 матчта әзірге 14 гол, бұл 6-шы ойын екенін айттым. Көреміз матчтың аяқталуына дейін. Әлі бір шама уақыт бар. 20 минутымыз артта қалып кетті. Тобылда тұрғанда алма кезек шабуыл жасады, бірақ есепті ашу әзірге қиын болып тұр. Әулеті тағы да бір асырып көрді команданың капитаны. Топ сыртқа шыққан жоқ. Игорь Иванович соққы жасап жібере салуы мүмкін. Тамаша пас, сонымен соққы! Тимурбек Закиров тағы да бір мәрте командасын құтқарып отыр. Өте тамаша. Әзірге қаһарманы алғашқы 20 минуттың Тұранның қақпашысы. 8 нөмірлі Ахмет Эль Масауди соққыны бағыттаған еді. Ислам Чесноков бұрыштан допты көтереді. Жанкүйерлер айғайлап, құлап-шулап командасына көмектесуде. Соққы! Тағы да бір мәрте Тимурбек Закировтың қолына келді доп. Алақандағы қолбағына бір магнит жабысып қалған секілді осы тұста. Топ қайда барса да қақпашының қолынан табылып жатыр. Миладинович Покатиловқа қалдырды. Стас Покатилов Ақтөбеден еркін агент ретінде ауысып келді. Жалпы бірнеше трансфер жасады. Алаң иелері де Тұран командасында оның үстіне биылғы маусымда чемпиондыққа үміткер командалардың бірі ғой, қанша дегенмен. Стас Покатилов Ақтөбеден келді. Одан кейін қосалқы құрамда бүгін жоқ, бірақ Юрий Меликов дейтін қақпашы бар. Тобылдың екінші командасынан қосылды. Одан кейін Иван Миладинович, бағана біз айтып өткен 55 нөмірлі ойыншы, өте тәжірибелі. Иван Миладинович Ресейдің Сочи командасынан ауысып келді. Және ол да еркін агент ретінде командаға қосылды. Сербия және ресейлік азаматтығы бар. Бұл орталық қорғаушының. Чесноков ортаға қарай. Игорь Иванович. Дриблинг өте мықты екенін байқатып отыр осы тұста. Қорғаушылар сауатты ойнай білді. Ортаға қарай беріп көрген еді, бірақ ойлағаны болмады. Ойын тәртібін бұзды. Бұл жерде 22 нөмірлі Артем Архипов. Рустам Омаров сары қағаз бере ме деген сұрақ туындайды, бірақ түріне қарасақ олай емес секілді. Бесінші нөмірлі Папа Альюндайы. Дәл сол футболшы доппен міне жоғары ойнап жатыр. Тобыл командасы орталық қорғаушылардың алаңның қай бөлігінде жүргенін көріп отырсыздар. Міне доп алыққа шығып кетті. Александр Соколенко ауттан допты ойынға қосты. Сонымен өте қауіпті сәт. Соққы! Тағы да Закиров. 5-6 соққыдай жасады алаң иелері, бірақ Закиров есеп ашуларына мүмкіндік бермей жатыр әзірге. Соколенко оң қаптал ашық, бос кеңістік бар алдында. Оның тамаша. Енді сол қапталға келді. Шабуыл, сонымен соққы жасай ма? Жоқ, олай болмады. Допты берер емес Архипов.
артқа қарай. Шабуылдың градусы басылып қалды. Тобыл ойыншылары өз орындарына қайтып үлгерді. Және жоқ жерден қателесті Игорь Иванович топта. Алдыға қарай асырып көрген еді. 13 нөмірлі футболшыға қайтып келді Еркін Тапалов. Қасында 6 нөмірлі Эдеден бар. Эдеден команданың капитаны тауып алды. Бұл тұстан бірақ Роман Асранқұлов Чесноковқа пас беру сәтінде қателесті. Ындияе орталық қорғаушы Түркияның Шанлы Урфаспор командасынан ауысып келген еді. Бұл футболшыда еркін агент ретінде командаға қосылды. Альберт Габараев бар, қосалқы құрамда ол жігіт. Ол кісі Родина Мәскеу клубынан ауысып келді. Әне Еркін Тапалов Қызылжардан деп қосылды Тобылдың сапына. Роман Асранқұлов тамаша бір ойыншыны алып тастады. Қақпаға бағытталған соққы, тағы да Тимурбек Закиров. Бірінші таймның қаһарманы осы жігіт шығар. Көп жанкүйерлер келісетін шығар. Және 8 нөмірлі Ахмет Эль Мисауди жартылай қорғаушы Эммен командасынан ауысып келді. Тобыл командасына. Дәл сол Ахмет топпен, бірақ бірге бір шығарам деп ойлаған еді. Қақпашымен ойлағаны болмады. Эммен ол Нидерландық команда. Голландия чемпионатындағы Көкен Кампион дивизионында ойнайтын ұжым. Ортаға асырылған пас, сонымен қақпаға соққы, Соколенко соққы! Қандай мүмкіндік! Алаң қонақтары қазір. Артем Дмитриев бұл 8 нөмірлі. Сен соқпасаң саған соғат деген футболдың жазылмаған қағидасы болып кете жаздады бұл тұста. Абырой болғанда қақпадан қиыс кетті. Стас Покатилов өзінің әріптестеріне бір айқайлап алды. Күтпеген жерден тұран есеп ашып кете жаздады. Тек қана фавориттер жеңіске жетіп жатыр. Кешелі бері білесіздер, Астана жеңіс матчында Астана командасы фаворит болған. Ол жеңіске жетті. Одан кейін Қайрат, Ақтөбе, Ордабасы да. Және турнирлік кестеге назар аударатын болсақ, қазір Шымкенттік ұжым алғашқы сатыда, өйткені қарсыластың қақпасына 5-1 голды соғып тастады олар. Бүгінгі ойын аяқталғаннан кейін толықтай турнирлік кесте назарларыңызға ұсынылатын болады. Матч барысында да оны айтып өтіретін боламыз. Және Артем Архиповқа қарсы 4-2 ойнады бұл жола Тобыл ойыншылары. Жаңа ғана айтқан қорғаушы Ындияе ойын тәртібін бұзып кеткен. Дәл осы тұстан стандарт Антонио Жакколиш орындайтын болады. Бұл айыпдобын көрейік. Алғашқы стандарт бүгін қонақтардың орындауындағы. Әулет асырылған пас, шиіріп тұрып берді. Ойыннан тыс қалып кетті. Рустам Омаровтың қапталдағы көмекшілері лайнсмен офсайд болған тіркеді мінекей. Тобыл ойыншылар доппен. Эдедем. Ындияе. Роман Асранқұлов ашық сол қапталда, бірақ ортаға қарай берді.
Енді ғана міне доп Романға келіп жетті, бірақ 4-ші нөмірлі Тұран командасының ойыншысы Санжар Сатанов. Еркін көсілуіне жол берген жоқ осы жерде. Бірақ тым кеш. Енді қарымта жылдам шабуылға Жакалиш шығып отыр. Қонақтар сапында. Және доп аутқа шығып кетті міне. Соколенко. Тұран командасы ақырын шабуылға шығып жатыр міне. Қорқатын түрлері жоқ. Жаңағы 100%-ық мүмкіндікте тобылда ондай 100%-ық мүмкіндік болған жоқ. Әзірге. Үлкен прессинг жасап отыр және соның арқасында бұрыштама. Қайтадан оны орындайтын Игорь Иванович. Тобыл жанкүйерлері өз командасына толассыз көмек көрсетіп жатыр. Көрейік, бұл корнер қандай сценариймен аяқталатынын. Төрешінің ысқырығын күтуде және ойыншылар бір-бірімен келіспей жатыр. Жан алысып, жан берісіп, айып алаңында. Гол соғуға дайын тұр. Ортаға Миладинович. Аяғы жетпеді, өкінішке орай жақын бұрышқа асырған еді. 13 нөмірлі Тобылдың жартылай қорғаушысы доп аутқа шығып кетті бұл жолы. Антонио Жакалиш. Тобыл командасында жаңадан қосылған ойыншы. Және осыдан 2-3 күн бұрын Игорь Ивановичтің бағыттаған тобы қазір Тобыл аренасының сыртына шығып кете жаздады. Антонио Жакалиш Ресейдің Факел Воронеж командасынан кеп қосылды. 17 нөмірмен және еркін агент ретінде түркістандық команданы толықтырды. Отыз 33 минутымыз аяқталды. Қадірмен жанкүйерлер. Әзірге гол көре алмай отырмыз. Екі командада жақсы тырысып бағуда, ойын тарту бұзылды. Соколенко Чесноковқа қарсы дөрекі ойнады бұл жерде. Никола Цуцкич команданың капитаны бүгін. Көкжейделі ұжымның Роман Асыранқұлов жетпеді. Александр Соколенко осы тұстан допты ойынға қосатын болады. Тобыл шабуылда. Стас Покатиловқа допты қайтарып берді. Оңға талмен Еркін Тапалов. Иван Миладинович. Алғашқы турдың 5 ойынында бір шама ескертулер көрсетілді, бірақ ешкім алаңнан қуылған жоқ. 20 сары қағаз көрсетілді. Бірінші турдың алғашқы 5 матчында. Мінекей. Айтып ауыз жиғанша Ындияе
ескертумен жазаланды алаң иелері сапында. Өйткені 13 нөмірлі Феди Бен Чоук жап-жақсы шабуылға шығып бара жатқан ері. Дәл осы Ндияе қауіпті шабуылдың бетін тойтарды. Ндияе франциялық және сенегалдық азаматтығы бар. Алыс бұрышқа асырылған пас. Алиюн Ндияне міне сарға қазалғанын титрдан көрсетті режиссерлар. Сенегал және франциялық қос азаматтығы бар екен бұл ойыншының. Павел Кириенко допты ойынға қосты. Тағы бір мәрте соңғы минуттарда Рустам Омаровтың сықырығын жиі естіп жатырмыз, қадірменді жанкүйерлер. Аса жоғары қарқында өтіп жатқандықтан ойын тәртібі жиі бұзылуда. Антонио Жаклиш допты ойынға қосады. Әулеті асылған пас. Сонымен мүмкіндік Стас Покатилов. Бұл жолы командасын тағы да құтқарып отыр. Бағанан бері Тимурбек Зәкіровтің тамаша ойына куә болған едік. Бұл жолы алаң иелерінің қақпашысы мүмкіндік пенальти. 100%. Қазір алаң иелері 11 метрлік айыпдорын орындайтын болады. Тағы да бір сары қағаз бұл жолы Тұран командасының ойыншысына. Тәртіп бұзған бұл жолы Тимурбек Зәкіров қақпашы. Var көмекшілерімен ақылдасуда, бірақ бұл жерде ештеңені қайталап көрудің қажеті жоқ. Мінекей Дэвид Энен, мінекей, Зәкіров ойын тәртібін бұзам деп ойламаса керек. 77 нөмірлі Давид Энен қазір алаңда жатыр. Бұл футболшының да қос азаматтығы бар. Того және Бельгия елінің азаматтығын жазып алған екен. Және бізде сұрақ туындайды. Пенальтиді кім орындайды? Алаң иелері сапынан. Жанкүйерлердің қолдауы керемет болып тұр. Және әлі де болса қазір Var жүйесіндегі ассистенттермен ақылдасуда. Рустам Омаров, Var жүйесінде Сергей Гороховодатский екен, естеріңізге сала кетейік. Алматыдан келген маман. Қазір барлығы күтіп тұр. Былай қарағанда допты алып алдыға қарай кетіп бара жатты. Дэвид Энен аяғынан келіп шалып түсірген еді Тұран қақпашы. Сонымен пенальти, Оны орындайтын 8 нөмірлі Ахмед Эль Мисауди. Көрейік. Пенальти 39 минут өтіп жатыр. Есеп ашылам екен. Эль Мисаудиға қарсы Тимурбек Зәкіров. Сонымен соққы! Есеп 1-0. Эль Мисауди Қазақстан футбол лигасындағы алғашқы голын соғып отыр. Тимурбек Зәкіров доптың ұшу бағытын тапқанымен соққы жойқын болды. Эль Мисауди есепті ашты. 1-0, 39 минут өтіп жатқан тұста. Өзі әкелді пенальтиді, бірақ қорғаушылардың да қателігін айта кетуіміз керек. Артқа қарай берілген пасты жөнді орындамаған еді. 1-0 қадірменді жанкүйерлер. 14-ші
14 гол соғылған деп жоғарыда айттық трансляциямыздың басында. Бұл 15-ші гол алғашқы турдағы. Мінекей үзіліске аз уақыт қалған сәтте Тобыл командасы есепті ашты. 1-0. Енді Тұран қандай жауап қатады? Жоқ әлде үзілісті күтіп екінші таймға Ринат Әлуетовтың кеңесін алып шыға ма? Жап-жақсы шабуыл. Ойын тәртібі бұзылды. Феди Бен Чоук өрескел ойнады қарсыласына қарсы. Евгений Шахов болатын бұл. Алғашқы таймның аяқталуына да 5-ақ минут уақыт қалды. Ахмет Эль Мисауди, Марокко, бельгиялық қос азаматтығы бар екен. Бұл футболшының 1995 жылы 3 тамызда дүниеге келген. Жасы 28-де. Біршама мықты екенін көріп отырмыз. Ислам Чесноковқа доп оңай жетті, ортаға салған пас. Тұранның орталық қорғаушылары допты алып шықты. Марко Николич бұл екінші нөмірлі Тұранның ойыншысы, және біз айтып отқан Эль Мисауди айбалаңның ішінде ойын тәртібін бұзып кетті. Тимурбек Зәкіров асыра мақтап отырған едім. Бұл қақпашыны өзі пенальти алып кеп, өкінішке орай оны тойтара алмады. Алдыға қарай жасалған пас. Стандарт. Евгений Шахов бұл жолы. Рустам Омаров ауызша ескерту жасауда. Никола Цуцкич жылдам ойынға қосып жібергісі келген еді. Және осы тұстан Антонио Жакалиш стандарт орындайды. Көрейік. Алғашқы таймның аяқталуына 3 минут қалды. Қадірменді жанкүйерлер, қонақтар айыпдобын орындау үстінде. Әулет асылған пас биік кетті. Стас Покатилов барлығын тапжылмай қадағалап тұр. Биік кетіп бара жатқан допты көзімен шығарып салды міне. Жакаличтің стандарттарды тамаша орындайтын біз матчтың басынан бері көріп отырмыз. Ой, тамаша өтіп бара жатты. Тағы бір ескерту. Алғашқы таймның соңғы минуттарында сары қағаздар көп біздің матчта. 13 нөмірлі Феди Бен Чоук бұл жолы жазаланды. Бұл Феди Бен Чоуктың да франциялық және тунистік азамат екенін көріп отырмыз. Қос азаматтығы бар. Трансфермаркет порталында 600 мың еуроға бағаланған екен. 1995 жылы 12 наурызда дүниеге келген. Хасания Агадир командасынан ауысып келді біздің Тобыл командасына. Чесноков қапталда аса белсенді болғанымен соққы бағыттағанын көрмедік. 11 нөмірлі ойыншының оған қарағанда Игорь Иванович оң қапталда белсенді. Кішігірім перформанс көріп отырмыз. Тобыл жанкүйерлері атынан ойын тәртібі бұзылды. Никола Цуцкичке қарсы Игорь Иванович өрескел ойнаған. Алғашқы таймның соңғы минут өтіп жатыр. Ндияе. Ой, ондай тамаша. Тәжірибенің аты тәжірибе. Өкшемен тастап бере салды өзінің әріптесіне. Еркін Тапалов. Игорь Ивановичті тауып алғысы келген еді, бірақ пасы жетпеді. Бұл қателік болуы мүмкін, бірақ Ндияе барлығын бақылап қадағалап тұр.
Роман Асранқұлов топқа жете алмады. Соколенко ортаға қарай. Цуцич, Архипов, Тұранның шабуылы жалғасады. Артем Архипов, оған қарсы 2-1 футболшы. Ойын тәртібі бұзылды. Роман Асранқұловқа қарсы топты жоғалтып жатқан сәтінде сұлатып түсірді қарсыласын. Эссен Эдедем, 6 нөмірлі жартылай қорғаушы. Ресейдің Нижний Новгород командасынан келді. Қостанайлық ұжымға 1998 жылы 14 сәуірде дүниеге келген 25 жастағы Нигерия азаматы. Тобыл шабуылдап көреді. Соңғы минуттарда 2 минут қосылған. Оның біреуі өте шықты, екіншісі міне орта тұсына жақындады. Ислам Чесноков топты тым алдына жіберіп алды, бірақ топты сыртқа шығарған жоқ. Әулеті асылған пас, тым биік кетті бұл жерде. Тимурбек Зәкіров қаптадан ойынға қосады. Шамамен бірінші тайм осы есеппен аяқталатын секілді. 1-0. 39 минутта дәл осы Ахмед Эль Мисауди пенальтиден есепті ашқан еді, қадірмен жанкүйерлер. Есеп 1-0. Уақытты созып жатыр деп қазір жанкүйерлер. Сонымен қадірмен жанкүйерлер, Тобыл Тұран арасындағы кездесудің екінші таймы міне көзді ашып жұмғанша басталып кетті. Тұран командасы екінші тайм бастала салысымен шабуылға көшті. Қақпаға бірден бағытталған доп және Стас Покатиловтың еншісіне келді. Командалардың құрамымен таныстырып өтейін. Тобыл алаң иелерінен бастайық. Қақпада Стас Покатилов нөмірі 1, 3 Роман Асранқұлов. Сол қапталда команданың капитаны 5 нөмірде Папа Алиюн Ндияне, дәлірек айтқанда 55 Иван Миладинович. Иван Миладинович 55 нөмірлі, 6 Эссен Эдедем, 8 Ахмед Эль Мисауди, 10 Игорь Иванович, 11 Ислам Чесноков, 16 Еркін Тапалов, 28 Евгений Шахов, 77 Давид Энен. Тобыл командасы шабуылда. Осы шабуылдан кейін қонақтармен таныстырып өтетін боламын. Ортаға берілген пас. Және Ислам Чесноков алаңда жатыр. Ойынды тоқтатар ма екен? Қазір фейрплей әдісімен топты сыртқа шығарып жіберді. Жаңа біз таныстырып өткен Дэвид Энен. Тобыл командасының бас бапкері Милич Чурчич. Орнынан тұрды қазақстандық футболшы. Алаң қонақтарының екінші таймға жіберген ойыншылары 78 нөмірлі қақпашы Тимурбек Зәкіров, 2 Марко Николич, 8 Артем Дмитриев, 13 Павел Кириенко, 17 Антонио Жакалич, 71 Александр Соколенко, 22 Артем Архипов, 27 Бронислав Сука, 4 нөмірде ойнаған Санжар Сатановтың орнына қазір басқа футболшы кірді. Қазір оны анықтайтын боламыз. 10 нөмірлі Феди Бен Чоу, 24 Никола Цуцкич. Команданың бас бапкері Ринат Алюетов. Тобыл шабуылдайды Игорь Иванович. Ортаға қарай пас. Еркін Тапалов, әулете пас асыруға мүмкіндік бар. Ислам Чесноков аяғын сылтық басып жүр қазір. Жарақат алып қалмаса егеді. Дегенмен алды да ұлттық құраманың маңызды
ойындары бар. Иван Миладинович екінің көсілуіне жол бермеді бұл жолы. Бірінші таймның статистикасы бойынша допқа иелік ету 62-де 38, қақпа бағытталған соққылар 8-де 9, дәл бағытталғаны бұрыштамалар 5-те 0, ойыннан тыс қалулар, яғни офсайдтар 1-де 0, тәртіп бұзу 5-те 4, сары қағаздар 1-де 2, ешкім алаңнан қуылған жоқ. Жалпы осы алғашқы бірінші турда Қазақстан футбол лигасының өткен 6 матчында ешкімге қызыл қағаз көрсетілген жоқ. Бұл факторда да ескере кетуіміз керек, қадірменді жанкүйерлер. Стандарт орындайды алаң қонақтары. Игорь Иванович қазір Рустам Омаровпен бірдеңе деп шүйіркелесті. 49 минут. Айып доба. Әулете асырылған пас, сонымен ешқандай қауіп орын алған жоқ. Қақпаға бағытталған соққы дәл Покатьевтің қолына келіп түсті. Тобыл қарымта жылдам шабуылға шығып көреді. Оң қапталға берілген пас. Және бұрыштама. Екінші таймның 5-ші минутында бұрыштама орындайды. 55-ші нөмірлі Дэвид Мавуторды көріп отырмыз. Иә. 4-ші нөмірді ойнаған Санжар Сатановтың орнына 55-ші нөмірде Дэвид Мавутор шыққан көріп отырмыз. Қазір бізде титрға қате ақпарат шықты. Әулете асырылған пас. Және Эдердем ойындардың бұзбастан командасына допты алып берген еді. Эльми Сауди бірінші таймдағы пенальтиді сәтті орындаған ойыншы. Тағы бір соққы жасап көрді, дегенмен Тимурбек Зәкіровтің қолына тағы да бір мәрте доп келді, қадірменді жанкүйерлер. Екі команданың кездесу тарихына тоқталсақ, төрешінің ысқырығы тағы да бір мәрте шалынды. Осы тұстан тұрған ойыншылары допты ойынға қосты. 2021 жылы 23 сәуірде кездескен екі команда. Тұран ол кезде жаңадан құрылған команда еді. 7-ші тур аясында өткен ол матч. Қазақстан премьер-лигасында ол кезде Олимпиад Қазақстан чемпионаты еді. Және Тобыл командасы дәл осы Тобыл арена манежінде қарсыластарын 5-те 0 есебімен тізе бүктірген. Немания Николич, Азат Нұрғалиев. Немания Николич дубль авторы атанды, және Дмитрий Жұмашев та 2 гол соққан еді. Дәл сол жылы 3 шілдеде Түркістан арена стадионында екі команда 19-ші тур аясында кім мықтыны анықтаған, және ол ойында да Тобылдың асығы алшысынан түскен. 2-де 4 есебімен жеңіске жеткен қостанайлық ұжым. Тұранның сапында Темірлан Әміров пен Сергей Малый гол соққан. Ал қонақтардың сапында Олжас Керімжанов, Азат Нұрғалиев, Илгуджа Лабжанидзе гол соққан, және Сергей Малый өзінің қақпасына да, қарсыластың қақпасына да гол соққан еді. Ол кезде Малый Тобылдың намысын қорғайтынын алға тартайық, қадірменді жанкүйерлер. Екінші таймның өтіп жатқаны міне 7 минут болды. Давид Энен орнынан түрегелді. Ойынды жалғастыруға қауқары бар екенін аңғартып отыр. Өкшемен тамаша қалдырды. Одан кейін келесі жылы 2020 қазір осы шабуылдан әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Тамаша пас Чесноков. Оның алдынан допты жұлып кетті Дэвид Мавутор. Тәжікстан және
тәжікстандық азаматтығы бар футболшы Қазақстанның біршама клубтарында өнер көрсеткен тәжірибелі жартылай қорғаушы. 2022 жыл 4 сәуірде кездесті. Олимпиад Қазақстан чемпионаты аясында 4-ші турда Тобыл Тұранды 3-0 есебімен жеңген еді. Зоран Тошич 19 минутта есепті ашса, 31-61 минуттарда Асқат Тағыберген дубль жасаған. Игорь Иванович оң қапталмен допты әдемі тоқтатты. Соққы! Ой! Мына доп қақпаға ұшқанда осы турдың әдемі голдарының қатарына кіретін еді. Жалпы кешелі бері осы бірінші турда әдемі голдар өте көп соғылып жатыр. Бүгін Жоау Пауло Қызылжардың қақпасына әдемі гол салды. Одан кейін Тимур Мурдинов дәл сол алматылықтардың қақпасынан жақсы саңылау тауып допты 9-қа тоғытқан еді. Одан кейін Георгий Зарияның голы да масқара болды. Ал бұл 5-ші нөмірлі Ндияйне орнынан түрегелді. Шабуылды өзі бастап көрген еді. Орталық қорғаушы өзінің позициясын тастап Еркін Тапалов Игорь Ивановичке қалдырып кетті. Бұл жолғы пасы өтпеді. Никола Цуцкич Тұран шабуылдайды енді. Одан кейін екі команда арасындағы соңғы кездесу 2022 жылы 1 шілдеде өткен және 2-2 есебімен командалар тең тарқасқан. 60 минутта Шоқан Абзалов, 83 минутта Чиди Усучуку 2-0 есебімен алда тұрған. Оған қарамастан Тобыл командасы 27 минутта Сергей Малый, 90+10 минутта Душан Йованчиктің көмегімен есепті теңестіріп 2-2 нәтижесін тіркеген еді. Қадірменді жанкүйерлер. Ндияне жаңағы шабуылды өзі бастап бергенін көрдік. Бүгінгі кездесудің бас төрешісі Рустам Омаров екенін естеріңізге сала кетейін. Оның көмекшілері Александр Павлов, Ардақ Даванов, қапталдағы лайнсмендер Давид Әнәм. Ойысты ортаға қарай пас кім жетеді? Тұран футболшысы жарақат алып қалды. 8-ші нөмірдегі Артем Дмитриев қазір аяғынан келіп теуіп кеткен секілді. Ислам Чесноков болу керек бұл. Қарсыласына қарсы өрескелі ойнаған. Және алғашқы таймның 10 минуты мінекей қадірменді көрермендер өте шықты. Милич Чурчич Тобылдың бас бапкері қазір тиісті ақыл кеңесін айтып жатыр. Және ойыншы алмасады. Тұран сапында 10-ші нөмірді ойнаған Феди Бен Чоуктың орнына алаңға 9-ші нөмірлі ойыншы Вака Гутьеррес шығып отыр. Қадірменді жанкүйерлер 9-ші нөмірді өзіне алған екен. Бұл ойыншы және қонақтар 2-1 ойыншысын алмастырып үлгерді осы тұста. Алдағы уақытта қалай ойындар көрсететінін көреміз. Жалпы Феди Бен Чоук бірінші таймда да, екінші таймда да аса бір керемет көзге түскен жоқ. Хассания Агадир командасынан ауысып келгенін айттық. Марокколық франциялық қос азаматтығы бар. Және Вака Гутьеррес бұл ойыншы Жальгирис, Грузияның Жальгирис командасынан келген. Жасы 28-де 1995 жылы 24 қарашада дүниеге келген. Боливия елінің азаматы. Алдағы
35 минутта қандай ойын көрсететінін бірге бақылайтын боламыз. Қадірменді көрермендер, трансфер маркеттегі бұл ойыншының құны 200.000 еуроға жеткен екен. Леонардо Вака Жальгирис командасынан ауысып келгенін сіздерге айттым. Тұран шабуылда Бранислав Слука алға қарай астырып көрген еді. Роман Масранкулов баспен жай ғана Стас Покатиловке допты қалдыра салды. Тобыл жанкүйерлерінің қолдауы ерекше. 3000 адам сиятынын айттық. Бұл кішкентай ғана манежге футбол ойыны өте ыңғайлы. Дэвид Энен топты шығарған жоқ. Қасында тұрған әріптесі Игорь Ивановичке енді ғана міне көріп пас берді. Игорь шабуыл сол қапталға ауысты. Масранкулов, Евгений Шахов, ірі денелі жартылай қорғаушы Шахов. Евгений Шахов Луганскінің Заря командасынан ауысып келді. Украина азаматы, 300.000 еуро тұратын ойыншы. 1990 жылы 30 қарашада дүние есігін ашқан. 33 жаста украиналық азамат Игорь Иванович. Сол сиқырлы сол аяғымен өте жақсы жұмыс істейтін көрдік. Сонымен соққы бағыттай ма? Жоқ. Жол болмады. Қорғаушылар оның алдын орап кетті. Еркін Тапалов өзі оң қапталдағы қорғаушы қазір сол қапталға ауысып кетті. Тамаша пас, бірақ Масранкулов оның ойын түсінбеді міне. Өкінішке орай. Дэвид Энен, Еркін Тапалов міне. Тобыл тарихи суперкубокты жеңіп алдық деп бағана трансляциямыздың басында айттық. Ол кубокты жеңіп алумен қатар 25 миллион теңге табыс тапты. Бұл өте керемет нәтиже қостанайлық команда үшін. Былтырғы маусымда 8-ші орын алғанымен команда Қазақстан суперкубогын жеңіп алған еді. Соның барлығы командаға оң нәтижесін берді. Масранкулов ортаға пас және есеп 2-0. Қадірменді жанкүйерлер, Дэвид Энен мінекей есепті еселеп өтір. 2-0. Жақсы шабуыл ұйымдастырды. Алаң иелері шұғыл арада бейне қайталау керек бізге. Ассистенттік жасаған Роман Масранкулов тым босаңсып ойнады. Тұран ойыншылары сол оқылықты мінекей алаң иелері пайдаланып кетті. Алғашқы турдағы 16-ші гол соғылды. Қадірмен жанкүйерлер, былтырғы бірінші турда 18 гол соғылғанын айттым мен бірінші таймда. Мінекей Масранкулов Дэвид Эненге берді. 77-ші нөмірлі шабуылшы Тобыл сапындағы алғашқы голын соқты. Тимурбек Зәкіров ашулы. Есеп 2-0. Қадірмен жанкүйерлер, 61-ші минутта салынған доп мінекей Тобылға сенімділік әкелді. Дэвид Энен. Ортаға қарай пас. Енді Тұран командасы қандай қауқар көрсете алатынын бірге көретін боламыз. Тағы да Стас Покатиловтың қолынан табылды доп міне. Эссен Эдедем ортада ойқастап жүр. Тәжірибесі мол екенін көріп отырмыз.
Асранқұлов биылғы маусымдағы өзінің алғашқы нәтижелі пасын берді. Тобылдың капитаны, ұлттық құрамаға керек ойыншылардың бірі ғой, қанша дегенмен. Және Тобыл командасында да, Тұран командасында да ойыншы алмаса да Рифат Нұрмұхаммед 23 нөмірлі Қайраттың түлегі, 27 нөмірді ойнаған Бронислав Слукан алмастырды. Міне орталық алаңда күшейтті Ринат Алюетов. Ал Давид Энен Бельгияның Жупилер Про лигасында ойнайтын Кортрейк командасынан ауысып келген еді. Тобылдың сапына мінекей өзінің тәжірибесін паш етіп 2-0 есебімен командасын алға шығарды. Тобыл командасында да қазір ойыншы алмасады. 90 нөмірмен Годберг Купер алаңға шығуға дайын тұрғанын біз көрдік жаңа ғана. Шамасы сол Дэвид Эненді алмастыруы керек, өйткені алғашқы тур болғандықтан өте қиын физикалық тұрғыдан да жаңадан келген ойыншыларға. Немесе Ислам Чесноков. Көреміз оны алдағы уақытта. Әзірге Тобылдың шабуылы жақсы өнер көрсетіп жатыр. Игорь Иванович оң қапталда, сол қапталда Игорь Чесноков. Дәл сол қазақстандық ойыншы доппен бұрыштама. Тұран ойыншылары қағып жіберді сыртқа қарай. Ойыншы алмасатын секілді осы тұста. Рустам Омаров ысқырық шалды. Таблодағы цифрды көре алмай қалдық, өкінішке орай. Годберг Купер. Кімді алмастырды? Ислам Чесноков алаңда қалатын секілді. Давид Энен алаңнан кетті. Қадірмен жанкелер 61 минутта Роман Асранқұловтың пасынан кейін гол соққан еді. Міне бапкер бірден демалыс берді бұл ойыншыға. Годберг Купер оның орнына шықты. 93 нөмірмен бұрыштама, әулете асырылған пас. Және Куперге доп жетті, бірақ ол түсінбей қалған секілді. Маған келді ма, жоқ па дегендей. Энен. Годберг Купер Румынияның Ута Арат командасынан ауысып келген футболшы. Бұл ойыншының трансфер маркеттегі құны 400 мың евроны құрайды екен. Және бұл ойыншының да екі азаматтығы бар, қадірмен жанкелер. Бағанан бері мен айтып отырмын ғой. Екі қос азаматтығы бар ойыншылар өте көп бүгін алаңда. Және Купер италиялық және Гана елінің азаматтығын алған екен. Игорь Иванович Роман Асранқұловты тапты. Және айта кетуіміз керек, биылғы Қазақстан футбол лигасында біршама өзгерістер орын алды. Тағы бір бұрыштама орындайды. Қазақстан кәсіпқой футбол лигасы аталып келген. Осы күнге дейін биылдан бастап Қазақстан футбол лиг ағылшын тілінде, ал қазақша Қазақстан футбол лигасы болып өзгертілді. Биылғы маусымда әдеттегідей 14 команда емес 13 команда өнер көрсетеді. Ақсу не үшін қатыспайтын жоғарыда трансляцияның басында мен айтып өттім. Әзірге бұрыштама, әулете асырылған пас. Тағы да бір мәрте корнер орындайтын Ислам Чесноков. 11 нөмірлі Тобылдың ойыншысы қазір айбалаңда жүрген әріптестеріне жерлете ойнағанды жөн санады. Мисауди ортаға пас. Ай-ай-ай, Куперге сәл ғана доп жетпей қалды бұл жерде. Ойын тәртібі бұзылды. Сары қағаз. Роман Асранқұлов қарсыластың жылдам шабуылын тоқтатқаны үшін сары қағазбен жазаланды. Рустам Омаров бүгін аяп жатқан жоқ ешкімді. Осымен 5-ші сары қағаз бұл.
бүгінгі матчтағы өзінің қойын дәптеріне кімге сары қағаз берген жазып алды. Жаклич техникасы мықты екенін көріп отырмыз. Ойыншының тамаша пас, сол қаптал. Тұранға ең болмаса бір гол керек бұл матчта. Суцкич тамаша ортаға қарай өтпеді. Рифат Нұрмұхамед жаңаған алаңға шыққан ойыншы ортаға қарай пас берді. Тобыл ойыншылары өз орнында. Купер ірі денелі екенін көріп отырмыз. Техникасын әлі білмейміз қандай екенін. 22 минут уақытта көреміз деген ойдамыз. Бұл ойыншының қандай шеберлігі, тәжірибесі бар екендігін. Биылғы чемпионатта тағы бір өзгеріс, ешқандай легионерлерге шектеу жоқ. Алаңға жіберген 11 ойыншының барлығы шетел азаматы болса да ешкім қарсы болмайды, өйткені легионерлерге шектеу алынып тасталды биылғы маусымнан бастап. Сондықтан да бұл чемпионатымызға қандай әсерін тигізетінін осы маусым барысында бірге көретін боламыз. Давид Мавутор алға қарай тамаша пас. Тұран шабуылда, бірақ оған жол берген жоқ. Папа Алиюн Андайы. Артем Архипов оған қарсы өтіп кете алмады қарсыласынан. Аса бір ірі денелі емес Андайы, бірақ бойшаң екенін көріп отырмыз. Тұран командасы бүгінгі матчта алғаш рет бұрыштан көтерейін деп тұрды апта. Есеп 2-0, 70-ші минутымыз өтіп жатыр. Жаклич қайтадан ортаға қарай Покатилов қайтарда. Суцкич қақпаға соққы! Қақпадан биік және қиыс кетті. Суцкичтің бағыттаған добы. Тағы бір ойыншы алмасады. 13 нөмірде ойнаған Игорь Ивановичтің орнына 7 нөмірлі Жаслан Жұмашев шықты, қадірменді жанкүйерлер. Және тағы бір 21 нөмірлі бірінші нөмірлі Тобыл ойыншысы алаңға шықты қазір. Радослав Цоев мінекей алаңдағы диктор хабарлады дәл солай. Тобыл ойыншыларын жаңартты. Чесноков допты командада сақтап қалды. Сонев 21 нөмірмен Евгений Шаховтың орнына алаңға алмасып кірді, қадірменді жанкүйерлер. Чесноковқа берілген пас. Мавутор доптың қайда кеткен түсінбей қалды. Артынша футболға сай емес әдіспен ойын тәртібін бұзды. 72-ші минут өтіп жатыр біздің матчта. Көйлекіне белінен кеп итеріп жіберген екен. Алып денелі Давид Мавутор дәл осы тұстан ұлтты ойынға қосады. Алаң иелері қазірғана алаңға шыққан Сонев. Пума мен Байерс компаниясы бірге ұйымдастырып шығарылған бұл допта асырды қазір Сонев айып алаңына қарай. Бірақ жаңағы екінші голдан кейін Тобыл сәл бәсеңдетті ойынын. Өйткені
күшті сақтау керек. Келесі тур осыдан 2-3 күннен кейін өтетін болады. Өйткені алда ұлттық құраманың матчтары бар. Сондықтан да алғашқы турда 2-0 нәтижесі де тобылды қанағаттандырады. Ең бастысы әлі қақпасына гол өткізген жоқ. Гол өткізбеген командалардың ішінде Астана бар. Ордабасы, Елімай, Атырау. Елімай мен Атырау 0-0 ойнаған айта кетуіміз керек осы тұста. Қайсар кеше Ақтөбеден 3 гол жіберді. Ақтөбе Қайсардан 1 гол жіберді. Әзірге статистика осындай. Ортаға пас. Купер соқ бағыттайды. Бұрыштама. Жап-жақсы мүмкіндік болған еді. Бірақ орталық қорғаушылар бұл екінші нөмірлі тұран қорғаушысы Марко Николич аяғын дер кезінде қоя білді. Сонев өзінің стандарттарда орындайтын футболшы екенін аңғартып отыр бізге. Көрейік. Әуеле тасылған пас. Индияеге доп жеткен сияқты болған, бірақ олай болмады. Қайтадан Сонев. Әуеле тасылған пас. Тимурбек Зәкіров орнынан шығып допты қайтарды. Эссен Эдедем жаңа шабуылды бастап берді. Бірінші таймда пенальтиді орындаған Эль Мисауди. Эдедем тамаша пас. Әдемі шабуыл орын алып жатыр алаң иелері тарапынан. Сонев. Соневқа қарсы ойын тарту бұзылған жоқ. Тұран қарымта жылдан шабуылға шығып бара жатқан еді. Соны білгендей Роман Асранқұлов өрескел ойнап шабуылды тоқтатты. Асранқұловқа абайлап ойнау қажет. Бір ескертуі бар. Сарғағаз оның еншісінде. Қазір жоқ жерден екінші рет ойын тартуын бұзсауында қиын болады. Қателік қазір сәл болмағанда Артем Архипов допты жұлып кететін еді. Бағанаға Тұран командасы секілді. Алғашқы пенальти соғылған сәтте Тұран өрескел қателік жіберді қорғаныста. Соның есебінен Тимурбек Зәкіров шалып қарсыласын өз қақпасына пенальти әкелген еді. Ол жақсы есімізде. Тобыл кетті шабуылға. Матчтың қарқыны басылып қалды. Бағанағында емес. Аль Мисауди ортаға қарай. Еркін Тапалов жетпеді бұл допқа өкінішке орай. Өкінішке орай деп жатамыз. Мінекей Эдедем. Миладинович. Ресейлік қорғаушы әріптесін доппен қамтамасыз етті. Ислам Чесноков. Бір айтары бар бұл футболшының бүгінгі матчта. Жетпеді. Еркін Тапалов шағыршады. Қапталда ойнау қиынның қиыны қанша дегенмен. Ал бұл Ринат Әлуетов. Тұран командасының бас бапкері осы тұста Тұранның тізгінін өз қолына алған еді. Тимурбек Зәкіров командасы жеңіп жатқан аяқтапшы сияқты. Енді ғана түсінікті болды. Не үшін тоқтап тұрғанын. Эссен Эдедем алаңда жатыр. Артем Дмитриев бұл Тұран командасының 8-ші нөмірлі ойыншысы. Қосалқы құрамда қандай футболшылар бар екенін айта кетейін. Ермек Абдулла бар. Тобыл сапында Султан Бусурманов, Альберт Габараев, Руслан Валюлин, Нұрғайни Бөрібаев, Юрий Мелихов қақпашы бар, Бейбіт Ғалым, Давио Дамжони және Годберг Купер алаңға шығып қойды. Эссен Эдедем қазір алаң жиегіне кетті. Тұран командасында қақпашы Дінмұхамед Жомарт бар, Қуаныш Дүйсенбекұлы,
Вака Гутьеррес алаңға шыққанын көрдік біз. Виктор Белковский қорғаушы, Рахат Үсіпханов, Рифат Нұрмұхамед алаңға шықты. Асылуддин Хаджиев, Батыр Мұқашев, Давид Мавудор алаңда жүр, қадірмен жанкерлер, және Әлшер Сүлей. Осындай ойынды күшейтетін аяқдопшылар бар қос командада. Біз 80-ші минутқа жақындап қалдық, қадірменді жанкерлер. Есеп 2-0. 39 минутта Аль-Мисауди пенальтиден есеп ашса, 61 минутта Давид Энен есепті еселеген еді. Давид Эненді ауыстырып тастады бас бапкер. Дәл гол соғылған сәттен кейін 5 минут өткен соң әзірге осындай сценарий матчымызда. Футболшылар шаршады, өйткені матчтың қарқыны басылып қалды біршама. Бізге де, экран алдында көрерменге де айқын көрініп тұр. Тускич, Рифат Нұрмұхамед, Қайрат футбол академиясынан түлеп шыққан жартылай қорғаушы, жасы 27-де. Рифаттың трансфер маркеттегі құны 200 мың еуро екен. Ортаға қарай пас! Ай-яй-яй-яй, тобыл шабылдайды. Давид Мавутор ойын тәртібі бұзылды ма? Бір қарағанда жейдесінен тартқан сияқты көрінген, бірақ олай болмады. Купер Чеснаковқа қалдырды. Ислам допты алаңда сақтап қалды. Ортаға қарай пас. Аль-Мисауди әріптестеріне қалдырды. Цонев бағыттаған доп биік кетті. Қадірменді көрермендер, асықпай қасындағы әріптесіне пас берсе де болатын еді, бірақ олай болмады. Сол қапталда Жаслан Жұмашев ашық тұрған, өзі соққы бағыттағанды жөн санады. Тұран шабуылда. Бір қарағанда осы есепке көнген секілді көрінеді екі командада. Дегенмен әліптің артын бағайық. Ойынның аяқталуына 10 минуттай бар. Төрешінің қосатын 2-3 минуты мен 12-13 минут әлі осы матчты тамашалаймыз, қадірмен жанкерлер. Допты Стас Покателов ойынға қосады қазір. Цонев 21-ші нөмірде өнер көрсетіп жүр тобыл сапында. Ындияне алға қарай. Тұран шабуылға шық көрмекші болған, олай болмады. Аль-Мисауди, Жаслан Жұмашев 7-ші нөмірлі. Ислам Чесноков өшерден соққы бағыттайды. Дәл солай өте тым биік кетті. Радослав Цонев Болгарияның Арда Кырджали командасынан ауысып келді. 1995 жылы 29 сәуірде дүние келген. Мына шабуылды көрейік. Ислам Чесноков енді соғасың ба? Сонымен соққы! Қақпаның бағанасы бұл жолы Тимурбек Зәкіровті құтқарды, қадірменді көрермендер. Жақын бұрышқа бағыттаған еді 11-ші нөмірлі тобылдың шабуылшысы. Жолы болмай жүр әзірге. Бірінші бағыттаған добы биік кетті, екіншісі қақпаның бағанасына тиді. Сәттілік жолдас болмай тұр әзірге.
Ислам Чесноковқа. Вака Гутерес ортаға қарай. Еркін Тапалов. Доп қайда кетті? Бұрыштамаға ма? Аутқа ма? Аутқа кеткен секілді. Радослав Цонев 1995 жылы 29 сәуірде дүниеге келген. Ал бұл жаңағы Ислам Чесноковтың соққы бағыттаған сәті. Қақпаның бағанасы қонақтарды құтқарып отыр бұл жола. Енді қарымта жылдам шабуыл орын ала ма, бірақ кер кезінде орталық қорғаушылар сауатты ойнай білді. Рифат Нұрмұхамед оң қапталға ортаға қарай берді. Тым қисық. Және асығып кетті бұл жерде. Вака Гутерес. Иван Миладинович биылғы Қазақстан футбол лигасында мықты орталық қорғаушылардың бірі болатыны қазірден-ақ көрініп тұр. Ірі денелі, тәжірибелі. Баспен де жақсы ойнайды. Алғашқы пасты да жақсы береді. Қазақстан премьер-лигасында биыл мықты орталық қорғаушылардың бірі атануы мүмкін. Дәл сол біз айтқан 55 нөмірлі ойыншы доппен ортаға қарай пас. Эдедем. Эль-Мисауди. Ахмед Эль-Мисауди 500 мың еуроға бағаланған ойыншы трансфер-маркет порталында. Руслан Валиулин алаңға шығуға дайын, қадірменді көрермен. 19 нөмірде өнер көрсетеді. Және қонақтар сапында Әлішер Сүлей 77 нөмірмен алаңға шығады. 22 нөмірде ойнаған Артем Архиповта алмастырады. Биылғы титрда тұрған QFL деген жазуды көріп отырсыздар. Q деген әріп ол бейбітшіліктің, яғни бүркіттің суреті бейнеленген. Еркіндіктің нышаны. Осындай үрдісте жасалды. Бұл логотип. Эль-Мисауди, Роман Насранов сол қапталдан. Эль-Мисауди ортаға қарай қайдадан өзіне қайтып келді доп. Стас Покателов. Матчымыздың аяқталуына 5 минут қалды. Сонымен әулет асылған пас! Ай-яй-яй-яй, Жаслан Жұмашев. Баспен соққы бағыттады. Тимурбек Зәкіров допты қақшып алды бұл жола. Бүгін Тимурбектің қолына доп көп келді. Бірақ соғылған 2 гол. Соғылған 2 гол тобылға көмектесіп кетті. Бірінші гол әрине пенальтиден соғылғандықтан өз-өздеріне алып келді. Тұран ойыншылары бұл жерде футболға сай емес әдіспен ойын тоқтады. Ислам Чесноковты алмастыратын болды. Руслан Валиулин 19 нөмірде ойнайтын. Руслан Валиулин 2021 білесіздер, допинг тестінен өте алмай 2 жыл бойы футболдан шеттетілген еді. Мінекей күз айларында қатарға қосылып, биыл толыққанды маусым өткізуге өзінің дайын екенін көрсетіп алаңға шығып отыр. Және пенальтиден гол соққан Ахмед Эль-Мисаудидің орнына қазір 23 нөмірлі Нұрғайни Бөрібаев шығып отыр. Сонымен соққы! Бөрібаев шыға сала өзінің мергендігін танытып отыр, бірақ
Кешірім сайын, бұл Рифат Нұрмұхамед екен, 23 нөмірлі. Нұрғайни Бөрбаев 2002 жылы 20 тамызда дүниеге келген. 250 мың еуроға бағаланып тұр трансфермаркет порталында. Бұл ойыншы жақсы бір шабуылдың шеті шығып келе жатыр Тұран командасында. 88-ші минут. Қадірмен жанкүйерлер 2-0 есебімен алаң иелері алды. Сонымен алғашқы турды асықпай қорытындылай берейік. Астана жеңіс 2-0, Қайсар Ақтөбе 1-3, Қайрат Қызылжар 2-1, Елімай Атырау 0-0, Ордабасы Шахтер 5-0, Тобыл Тұран матчында әзірге есеп 2-0. Турнир көш басында бізде Ордабасы, өйткені 5 гол соқты. Барлығында 3 ұпай болады жеңген командаларда, бірақ кім көп гол соқты, сол бірінші жайғасатын болады. Сонымен алғашқы сатыда Ордабасы 2-де Ақтөбе 3 гол соққан. Және жоқ жерден бұрыштан әкелді. Мінекей Тимурбек Зәкіров сәл бір өзін жоғалтып алған сияқты қазір. Бұрыштама орындайды. Владислав Цонев кетті. Ақтөбеге екінші сатысыға жайғастады. Астана 3-ші, 2-0 есебімен жеңді. Қайрат 4-ші. 4-ке Тобыл жайғасатын болады, өйткені олар қақпаларына гол жіберген жоқ. Ал Қайрат бүгін Тимур Мулдиневтен гол жіберіп алған еді. Әулеті Асырды. Бірінші матчқа 4 минут уақыт қосылды. Рустам Омаров осындай шешім қабылдаған екен. Бұның барлығы заңды. Тобыл командасы қазір соңғы осы қосылған 4 минутта тағы бір гол соғып көретін болады. 5-ші орынға Қайрат жайғасады. Одан кейін Елімай мен Атырау командалары. Ал бұл турда ойын ойнамаған бір команда бар, ол Талдықорғандық Жетісу. Бұрыштама орындатты Роман Асыранқұлов. Әулеті асырды. Асыранқұлов асырған допқа тұрған ойыншылар жетті. Келесі екінші тур осыдан 3 күннен кейін ойналатын болады. Қадірменді жанкүйерлер, дәл осы манежде Тобыл аренада алаң иелері Семейдің Елімай командасын қабылдайды. Ол ойындардың барлығын Қазақстан футбол лигасының ресми сайтынан тамашалай аласыздар. Купер ортаға пас, сонымен Жаслан Жұмашев допты тоқтата алмады. Өзі допты сұрады, бірақ түбінде дұрыс игере алмады аяғында допты. Суцкич ортаға қарай. Тағы да бір мәрте өрескел ойын мәнері. Ал Тұран болса 7-ші наурыз күні өз алаңында Қайратты қабылдайды. Түркістан арена да өтетін ойын 17:00-де басталады Астана уақытымен. Және құрметті жанкүйерлер, Қазақстан бірыңғай уақыт белдеуіне көшкенін әлеуметтік желілерде де бұқаралық ақпарат құралдарында да айтылды. Яғни біз матчтарды 1 сағат ерте көретін боламыз. Қазақстан премьер-лигасы болсын, Еуропа матчтары болсын! Қауіпті сәт! Жұбаныш голын соғып кетуге жақын болды қонақтар қазір. Абырой болғанда Стас Покатилов допты ұстап қалды. Соңғы бір шабуылдарына шығып көреді алаң иелері. Бурибаев бұл және пенальти ма? Ойын тәртібі бұзылды. Тимурбек Зәкіровтың сары қағаз бар екенін білеміз.
Не болды бұл жерде? Жоқ, Купер симуляция жасады ма? Иә, солай сияқты. Өйткені орнынан тұрғанын күтіп тұр Рустам Омаров. Готберг Купердің симуляция. Әдейі өтірік қыладым деген шешім шығарды. Міне Купер алғашқы тобыл үшін алғашқы матчта сары қағаз алып отыр. Мінекей бейне бақылаудан көрдік. Тимурбек Зәкіров жаңағы жерде егерде ойын тәртібін бұзғанда екінші сары қағаз алып алаңнан қуылатын еді. Одан кейін пенальти, қақпашы алаңдағы ойыншының орнына қақпашы шығатын еді. Олай болған жоқ. Барри Купер міне сары қағаз. Тұран кетті шабуылға. Рифат Нұрмұхамед. Сонымен қадірменді жанкүйерлер